Жезқазғанда мұсылман қауымы жамағат арасында садақ атудан дәстүрлі алтын жебе турнирі өтті. Ұлттық спорт пен ұлттық құндылықты қатар насихаттауды көздеген жарыс жайында келесі бейнематериалда. Алтын жебе турнирі Жезқазған қалалық ішкі саясат бөлімінің ұйымдастыруымен қолға алынған. Дәстүрлі турнирдің жыл сайын ауқымы да қатысушылар санында артып келеді. Биылғы додаға 20-ға жуық садақ ату шебері қатысты. Бұл шаралардың жалпы мақсаты дәстүрлі құндылықтарымызды сақтау, сондай-ақ әртүрлі діни өкілдіктер бар, діни бірлестіктер бар, жалпы жамағатымыз бар, сол кісілердің бірлігін нығайту болып табылады. Негізінен бұл шараларды ұйымдастыру осы ішкі саясат бөлімі, сондай-ақ мешіт жамағаты болсын, діни бірлестіктер болсын, барлығымыз бірігіп жасаймыз. Турнир қорытындысы бойынша жеңімпаздар мен жүлдегерлер дипломдармен және қаржылай сыйақылармен марапатталды. Құралайды көзге атқан мергендер сайысының жеңімпазы Рахат Айтбаев атанды. Садақ ату бұл біріншіден сабырлыққа үйретеді, және де күтуді, ойша есептеуді, яғни жебенің көзбен қалай қай жаққа ұшып баратынын, әрбір қимыл іс-әрекет, және де аяқтың дұрыс позицияда тұруы деген сияқты, дұрыс тарту, демді дұрыс шығару, демді дұрыс алу деген сияқты, бұның бәрі болған, орысша айтқанда эстетика. Яғни бір бауырымыз маған осы жерде жарыс болады, бағыңыз сынап көріңіз деді. Осы жерге келіп, кешікпесем де бірінші орын алғаныма таңғалып тұрмын бір жағынан. Дәстүрлі турнир келер жылы да жалғасын таппақ. Ұйымдастырушылар бұл сайысты облыстық, одан кейін республикалық деңгейге дейін жеткізуді жоспарлауда. Мұқағали Сейітқазы, Әлихан Мұхтар, Ұлытау телеарнасы.